Баршаңызға сәлем. Бұл видеода қазіргі уақытта хит болып жүрген арықтауға арналған ас содасы мен диета және пайдасы мен зияны туралы айтатын боламын. Видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Мамандар ас содасының көмегімен 3 күнде 10 келі салмақ тастауға көмектесетін диетаны ойлап тапты. Соңғы уақытта диетаның түрі өте көп, таңдау да жетерлік. Алайда жылдар бойы жиналған денедегі артық майды бір сілкіп тастап жоя салу мүмкін емес. Сондықтан да мамандар бұл тұрғыда көптеген зерттеулер жүргізіп, ас содасы мен 3 күнде 10 келіге дейін салмақ тастауға болады деген шешімге келген. Әрине, бұлайша семіздіктен арылу қисынға сыймайды деуіңіз мүмкін. Дегенмен, қыз-келіншектер әдемілік үшін, сымбатының сымдай тартылуы үшін ағзаға зиянды дәрілерді де ішіп жүргені белгілі. Ал ас содасы химиялық қоспаға бай. Адам денсаулығына кері әсерін тигізетін дәрілерге қарағанда әлде қайда пайдалы деуге болады. Оның үстіне ас содасымен тез салмақ тастауға болатыны шындық. Ас содасы өте пайдалы химиялық құрамы бар тұз. Ол сумен араласқаннан кейін реакцияға түсіп, майларды ерітуге кіріседі. Алайда ас содасын белгілі мөлшерден асырып пайдалану адам өміріне өте қауіпті. Сондықтан оны мөлшермен ғана пайдаланған дұрыс болады. Диетологтар ас содасымен арықтаудың ең тиімді әрі пайдалы жолын тапты. 1 стакан жылы суға жарты шай қасық ас содасын араластырып, аш қарынға тамақтанудан 30 минут алдын ішеді. Мұндай суды тәулігіне 2 рет ішуге болады. Таңертең және түскі мезгілде. Кешкі уақытта ішу ұсынылмайды. Себебі асқазан ішек жүйесінің жұмысы бұзылып, ауруға шалдықтыруы мүмкін. Ас содасын қабылдауды бастаған күннен бастап, дұрыс тамақтануды да қолға алған дұрыс. Сонда көбірек салмақ тастап, сымбатты бола түсесіз. Ас содасы мен алғашқы диета денсаулыққа зиянды болуы мүмкін. Дегенмен, сұлулықты бірінші орынға қойып, арықтауға бел бусаңыздар, 1 ас қасық ас содасын 1 стакан жылы сумен араластырып, тамақтанудан жарты сағат бұрын аш қарынға күніне 3 рет ішесіз. Бұл диета сізге күніне 1 келіге арықтауға көмектеседі. Екінші диета алдыңғы ем дәмнен де зиянды болуы мүмкін. Мұнда 1 стакан жылы суға 2 ас қасық ас содасын, азырақ қара шай мен бірнеше тамшы лимон шырынын қосасыз. Жақсылап араластырып, 2 күн тындырып қоясыз. Содан соң таңертең аш қарынға тамақтанудан жарты сағат бұрын 1 кеседен қабылдайсыз. Жалпы мұндай сусынды 3 литрлік банкыға бірден дайындап, апта бойы ішкен дұрыс. Бұл диетада 2 аптада 10 килограмм салмақ жоғалта аласыз. Енді 3-ші диета 3 күнде 5 келіге дейін арықтауға септігін тигізеді. Ол үшін 1 литрлік банкаға су құйып, 3 қасық ас содасын салу керек. Сонымен бірге жарты лимонның шырыны мен 1 шай қасық қант қосады. Осылайша дайындаған сусынды аш қарынға 2-3 рет ішу ұсынылады. Алайда ем дәмді араға тек 2-3 күн салып жалғастыруға болады. Себебі аталмыш диета бауыр жұмысына әсер ететіндіктен 2-3 күнде 1 рет ғана ішуге рұқсат етіледі. Алайда ас содасын белгілі мөлшерден асырып пайдалану адам өміріне өте қауіпті. Сондықтан да мөлшерімен ғана пайдаланған дұрыс. Ас содасын асыра салсаңыз, мынандай жағдайларға тап болуыңыз мүмкін. Жүрек айну, лоқсу, бас айналу, бас ауыру, мазасыздану, ал ең қауіптісі іш ауруы. Өйткені мұндай қауіптің бар екенін білмейтіндер ас содасын көбірек салып ішіп, тезірек арықтауға қол жеткізгілері келеді.
Алайда барлық нәрсенің өз шегі болатынын ұмытпау керек.